Құрсаққа бесік жасап берші. Жарайды қызым, жасап берейін. Кезінде ата-бабаларымыз бесікті ағаштан иіп жасаған. Ал қазір заман талабына сай саған бесікті панельден иіп, ою-өрнектермен ойып жасап беремін. Әкесім, қандай бесік. Міне қызым, бесігің дайын болды, енді қуыршағыңды сала қой. Әке маған бесік жасап берді. Қызым, қандай әдемі бесік. Мен сенің бесігіңе мынандай әдемі бесік жасауын дайындап қойдым. Қане кел, ішіне салайық. Сенің бесігіңе бесік жасауын жасап қойдым. Ертеде әжелеріміз, үлкендеріміз балаларды осындай бесікке бөлеген. Жылы жатсын деп, шошынбасын деп, осындай бесікке бөлеген. Міне, бұл деген бесіктің жастығы, бесіктің көрпесі, мынау жастығы. Ал мынаны бел жастық деп атайды. Бел жастықты баланың белі тіке жату үшін осы бел жастықты салады. Және де мынау баланың тартпа бауы мен қол бауы. Бала шошынбау үшін баланың қолын осылай қол бауымен орап қояды. Қазір екеуміз қуыршақты бөлейміз. Ертеде бірінші бесікті әжелеріміз аластап алған. Аластап болғаннан кейін баланы қырқынан шығарып жатқызған. Бесігімізді осылай қол бауы мен тартпа бауын салып аламыз. Қызым, бұл енді бесіктің жабуы. Баланы шыбын-шіркейден және адамдардың көз тілінен сақтау үшін бетін толықтай жауып қояды. Қане, бесігіңді жаба қой. Кел, жабайық. Әкесін, анасын, көп рахмет. Мен өскенде үні қол боламын.